Жақсы күн болсын. Фильмнің оқиғасы Дози атты сиқырлы ауылда өтеді. Ауыл тұрғындары жануарларды құлдықта ұстап, оларға ең ауыр тастарды бір жерден екінші жерге тасуды міндеттейді. Кенеттен зұлымдар тобы шығып: "Біз өз орнымызда қала береміз, жануарлардың арамызда болуына мүлдем қарсымыз, өйткені оларды жау санаймыз" деп мәлімдейді. Бір мезетте жануарлардың айналасындағы темір шынжырлардың босаңси бастағаны сезіледі. Қауіпсіздік қызметкері пайда болып, барлығын шұғыл кетуге шақырады. Зұлым сиқыршы сыпырғысымен қайтып келді. Қазір болып жатқанның бәрі оның ісі. Шынында да Альфа келіп, жануарларды босату үшін зұлымдармен бетпе-бет күреске түседі. Альфа бұрылғанда ұшатын маймылдар оған қарай ұмтылады. Сиқырлы ауылда ұшатын маймылдың болуы таңқаларлық емес. Альфа шешім қабылдап, сыпырғысын алып, қашып кетеді, өйткені мұндай жағдайда қашу батылдықтың жартысы. Өліп қалған әдемі сиқыршы ауыл ортасында пайда болып, дауыстап ән салады да тұрғындарды балаларын жасыруға шақырады. Зұлым сиқыршы қайтып келді. Ол Альфаның өткенін еске салып, оның мақсаты ауылды басқаратын сиқыршының сөзін бұзу, бүліншілік тарату екенін айтады. Бұрын да маймылдарға қанат беріп, оларды басқарғанын мысал етеді. Жануарларды жау деп, сиқыршының пікірі дұрыс екенін қайталайды. Альфа үңгірінде жауап әнін айтады. Ешкім оны тыңдағысы келмейді, көргісі келмейді, өйткені жасыл түсі қорқынышты. Дегенмен ол өзін қорғап. Сиқыршы Ози жылдар бұрын мен сиқыр әлеміне жаңа келгенде пайдаланды. Маймылдарға қанат беру кітаптан сынап көрген сиқырым ғана еді. Оның шынайы мақсаты ауылды басқару, жақсы жануарларды қуу деп түсіндіреді. Альфа алдында сиқыр мектебіндегі досы Глиндадан сыйға алған кітап тұр. Бетінде опасыздықтан туған терең реніш байқалады. Сол кезде Глинда өзгеріп, жақсы болып кеткен еді, бірақ жүрегінің шексіз жақсылығынан Альфаны мүлдем ұмытты. Ауылдан қуылған досын жамандықпен қарсы алды да, Дози ауылында қалыпты өмір сүре бастады. Ол да сиқыршы болғандықтан, ауылдың сенім-нанымын қабылдады. Қасында тілектерін орындап, тыныштандыратын бүкіл топ бар. Көмекшісі келесі аптада оны құрметтейтін мереке болатынын хабарлайды. Глинда өте жақсы, ойлары одан да жақсы болғандықтан: "Менің атыммен бренд құрайық, атымды әртүрлілік идеясына айналдырайық" деп ұсынады. Көмекшісі ойдың тереңдігіне таңғалады. Глинда бөлмесіне кіргенде өліп қалған әдемі сиқыршы күтіп тұр, алаңдаулы кейіпте. Есікті көмекшілердің алдында жауып: "Досың Альфа қайтып келді", бүкіл ауылда үрей туғызды. "Бізде мұндайға уақыт жоқ, тасты жол ашпақшымыз", оның келуі халықтың көңілін бұзды. "Тек сен ғана тыныштандыра аласың" дейді. Содан соң ұшатын орындықпен оны қоршаған сабын көпіршіктеріне ұқсас үлкен шар әкелгенін айтады. Глинданың жақсылығы басым түсіп, орындықпен, шармен ойнай бастайды да, Альфаны және апатты ұмытады. Өліп қалған әдемі сиқыршы оның баладай мінезін шыдайды. Содан кейін сиқыршы Озенің Глиндаға ұшатын орындық жасатқанын, сиқыршы атағына сай болу үшін ұшуы керектігін, сондай-ақ қолайлы түсті сиқыр таяқшасы қажет екенін түсіндіреді. Естеліктер Глинданың 7-ші туған күніне оралады. Алғаш рет сиқыр таяқшасы алған күні. Достары алдында қабілетін көрсетпек болғанда, ешқандай күші жоқ екені анықталды. Мұны жасырмақ болып, дұрыс айтпаған шығармын деп қайталап көрді, нәтиже өзгерген жоқ. Бақытымызға орай, бірі аспанда кемпір қосақты көріп, бәрі Глинданың жасағаны деп ойлады. Тек анасы қызының қайғысын байқады. Ол шынайы сиқыршы болғысы келетінін білді. Анасы жұбатты: "Барлығы сені жақсы көреді, бұл әркімнің қолынан келмейтін бақыт" деп, әдемі күлкісін көрсетуді өтінді. Өліп қалған әдемі сиқыршы шағын мереке ұйымдастырып, ауыл тұрғындарын жинайды. Глинда ұшатын орындығымен кіріп, халықты тыныштандыру үшін 10 минут ән айтады. Әні біткен соң, өліп қалған әдемі сиқыршы мүмкіндікті пайдаланып, Глинданың артында тұрған әдемі жігіт Фиероның оның сүйіктісі екенін,
жақында сиқыршы Ози арнайы құрған әскердің командирі болып тағайындалғанын хабарлайды. Фиеро таңғалады, өйткені олар сиқыр мектебінде тек дос еді. Сөйлейтін сәт тапқанда тақырыпты ауыстырып, басты мақсаты Альфаны өзі ұстау екенін растайды. Өліп қалған әдемі сиқыршыға ұнамайды, Фиеродан Глиндаға деген сезімін сұрайды, өйткені үйлену алдында тұр. Фиеро олардың қашан құда болғанын түсінбей, Глиндаға сыбырлап сұрайды. Глинда қуанып, бұл халықты бақытты ету үшін деп жауап береді, қайта әнге басады. Фиеро әні біткенше күтіп, қолынан ұстап, бөлек шығарады. Альфаны жаман деп санайтындарды көргісі келмейді, өйткені мектептегі досы шындығын біледі. Глинда Альфа туралы айтылғандарға қайғыратынын, бірақ халыққа көмектескісі келетінін айтады. Фиеро оның эгоистік әрекет еткенін, халықтың махаббатын пайдаланғысы келетінін түсінеді. Глинда Альфаның өзі қашуды таңдағанын, ешкімді ұстамауды қалағанын еске салады. Фиеро тынышталып, қабылдайды. Сол сәтте Альфа аспанда бұлтқа Озині өлтіріңдер деп жазады. Өліп қалған әдемі сиқыршы сөзді өзгертіп, Озині қорғауға шақырады. Халықтың қорқынышы артады. Альфа маймылдарды көріп қашады. Фиеро сарбаздарын ертіп, соңынан қуады, бірақ Альфа оңай құтылады. Үңгіріне оралған Альфа ашуланады. Мектептегі Глинда Фиеро қарындасы Ниссамен бірге өткен бақытты күндерді еске алады. Нисса билікте отыр, бірақ әкесі оны жасыл түсіне байланысты жау санайды. Сарбаз кіріп, жаңа заңға қол қоюды сұрайды. Жақын көмекшісі Бок заңның не екенін сұрайды. Нисса, біздің ел ғана жануарларға саяхат рұқсатын міндеттемеген. Сиқыршы Озиның сөзіне қарсы шықсам, мені де Альфа сияқты жаман деп айыптайды дейді. Боктың қайғысын көргенде, Альфаның қиын сәтте тастап кеткенін, әкесінің жерлеуіне келмегенін айтады. Бок оны түсініп, бірақ Дози ауылына сапарға шыққысы келетінін айтады. Ниссаның беті өзгеріп, немқұрайлылық танытады. Вокзалда қауіпсіздік қызметкері саяхат рұқсатын сұрайды. Заң 5 минут бұрын шыққан. Бок Ниссаның оны бақылау үшін жасатқанын түсінеді. Альфа жануарлардың құпия туннел қазып, қашпақшы болғанын біледі. Оларға жердің өздерінікі екенін, бостандықта өмір сүру керектігін, көмектесетінін айтады, бірақ сенбейді. Жолбарыс маймылдарға қанат бергенін еске салады. Альфа ашуланады. Ескі досы Аю Дулсиді кездестіріп, құшақтайды. Дулси Дозиден тыс жерге қашудың жалғыз жол екенін айтады. Альфа ол жердің қауіпті екенін біледі, бірақ жануарлар қала берсе де, нәтиже бірдей дейді. Дулси Альфаның ауылға неге берілгенін сұрайды. Альфа ән салып, мұнда ұнатпаса да туған жері екенін түсіндіреді. Қайғыдан күшке ауысып, қашпауға, жамандықпен күресуге шақырады, бірақ сенімсіздік өзгермейді. Бок Ниссаға шай әкеледі, ренжіп тұр. Кездейсоқ Глинданың Фиеромен үйленетіні туралы хабарламаны көріп, жасырып қояды. Шығып кеткенде Альфа пайда болады. Көмек сұрап келген. Нисса бас тартып, оны айыптайды, әкесінің жерлеуіне келмегенін айтады. Альфа әкесінің өзіне жау болғанын еске салады. Жануарларды құтқару үшін келгенін айтады. Нисса құрбандық сөзі әсер етмейтінін түсініп, шынайы тілегін айтады. Мектептегі бақытты күндерді қайтару, Боктың махаббатын, туғаннан мүгедек арбасында отырғанын емдеу. Альфа сиқыр айтып, Ниссаны ұшыртады. Бок кіріп қорқып, Альфаны тоқтатпақ болады. Ниссаның шынайы бақытты екенін көріп, жүрегіндегісін айтады. Глинданы жақсы көреді, үйленуін тоқтату үшін Дозиге бармақшы. Нисса ашуланып, сиқыр кітабынан Бокты өзіне ғашық ететін сиқыр іздейді, бірақ қателесіп, Боктың демалуын қиындатады, жүрегі қатты соғып, есінен танып қалады. Нисса Альфадан түзетуді сұрайды. Альфа ширек сағаттан кейін Боктың жақсы екенін, демалып жатқанын айтып, тыныштандырады. Кетерде Ниссаның Глинданың үйленуіне бару ниетін естіп ренжиді.
Бог оянып, Альфаның оны темір адамға айналдырғанын көріп, кек алмақ болады. Нисса Альфаны кінәлайды. Глинда үйлену тойына дайындалып жатқанда, терезе сынып ашуланғанын сезеді. Балконға шығып, Альфаны шақырады. Альфа кіріп құшақтасады. Сиқыршы Озимен тілдесіп, келісімге келуді ұсынады, мәңгі қашудың дұрыс еместігін айтады. Альфа сөзін бөліп, Озинің сарайына барады. Глинда даңғазасыз өтсін деп береді. Альфа Озині оқи алмайтынын, шынайы сиқыршы еместігін әшкерелеймін деп қорқытады. Ози күліп, ешкім сенбейтінін айтады да, жануарларды босатуды ұсынады. Альфа сенеді. Ози ұшатын маймылдарды босатады. Альфа қуанады. Ози тойға дайындалып кетеді. Маймылдардың патшасы Истерия Альфаға едендегі тақтаны көрсетеді. Астыңғы үлкен түрмеде жануарлар темір торда, сиқыр мектебінің ұстазы ешкі Доли де бар, сөйлей алмайды. Ози келіп, түсінбеушілік деп ақталады. Альфа: сен бостансың, бірақ ешкім сөйлемеді деп, барлық торды ашады. Жануарлар қашады. Глинда ақ көйлекте Фиерамен тойда тұрғанда, жануарлар кіріп, қонақтар қашады. Фиера Глинданы қорғап, Озинің кеңсесіне барады. Қаруын Альфаға қарсы бағыттайды, бірақ ойын өзгертіп, Озиге бағыттап, оны түрмеге қамайды. Глинда келіп, опасыздық деп ойлайды. Фиера Альфамен кететінін айтып, қолынан ұстап қашады. Глинда өзгеріп, зұлым Глинда болады. Өліп қалған әдемі сиқыршы Альфаны ұстаудың ең оңай жолы Ниссаны бақылау деп шешеді. Глинда жүрегі жаралы той залында жүреді. Альфа мен Фиера үңгірге тығылады. Фиера Альфаның ішкі сұлулығын көретінін айтады. Өліп қалған әдемі сиқыршы дауыл жіберіп, Ниссаның үйін құлатады. Альфа қарындасының дауысын естіп қоштасып, Ниссаға ұшады. Ертесі Глинда Ниссаның өліміне қайғырып тұрғандай көрінеді. Альфа қоштасуға келеді. Глинда жұбатпақ болып, бүкіл үйдің үстіне құлауы қиын дейді. Альфа ашуланып, Озені кінәлайды, бірақ Глинданың өзі ұсынғанын естиді. Глинда тойдағы опасыздықты еске алып, Альфаны ұрып, неге деп сұрайды. Альфа қайтарады. Жанжал өршиді, сарбаздар жиналады. Фиера Альфаны құтқаруға келеді, қаруын Глиндаға бағыттайды. Глинда сарбаздарды кетіреді. Альфа кеткісі келмейді, Фиераның өлуі мүмкін деп қорқады. Фиера оны тыныштандырып, ұшуын сұрайды. Альфа ұшып кетеді, сарбаздар Фиераны ұстайды. Альфа үңгірге оралып, кітаптан Фиераны құтқару сиқырын іздейді. Жүрегі сыздап, сиқырдың мағынасын түсінбейді, зиян тигізуі мүмкін деп қорқады. Жақсылығын зұлымдыққа айналдырып, жоғалтқандарын қайтаруға бел байлайды. Өліп қалған әдемі сиқыршы Озиге басқа қаладан келген қызбен 3 адам туралы айтады. Бірі темір, бірі сабан, бірі қатты шиеленіскен, мақсаты зұлым Альфаны жою. Қыздың аяғында Ниссаның анасынан қалған гауһар аяқ киімі бар, Нисса тірі сияқты. Ауыл тұрғындары Богтың айналасына жиналып, Альфаның оны темір адамға айналдырғанын айтып кек алмақшы. Глинда көріп ренжиді. Әдеттегідей ән салып, өміріндегі алдауды түсінеді. Өліп қалған әдемі сиқыршыдан Ниссаның өліміне дауылдың себебі екенін сұрайды. Ол шыдамы таусылып: сен шынайы жақсы емессің, жақсылық рөлі халықты басқару үшін жасалған қойылым дейді. Глинда өзгеріп, күшті зұлым Глинда болады. Қара шарф тағып, атқа мініп, Альфаның үңгіріне барады. Дози қызын қорқыту үшін ұстап отырған Альфадан қызды әкесіне қайтаруын сұрайды. Альфа енді ештеңеге мән бермейді, тек кек қайтаруды ойлайды. Истерия Фиераның киімін әкеліп, өлгенін хабарлайды. Бірге жылайды. Альфа есін жиып, Глиндаға сарайға тез қайтуын, әйтпесе оны да темір ететінін айтады. Оларға жаман рөл керек болса, мен киемін дейді. Глинда шынайы көмектескісі келеді, бірақ Альфа кеш екенін айтып, сиқыр кітабын жасыруды тапсырады, өйткені ондағы сиқырлар зұлымдыққа айналады.
Сарбаздардың дауысы естіледі. Альфа досын жасырып, жалғыз шығып күреседі. Глинда Альфаның су себілгенде ерігенін, тек сыпырғысымен қара қалпағы қалғанын көреді. Истерия Альфаның жастығының астындағы жасыл бөтелкені әкеледі. Глинда көріп таңғалады. Озиге апарып көрсеткенде Ози шындықты мойындайды. Альфа оның қызы, анасы күйеуін алдаған бөтелкені өзі берген. Глинда мүмкіндікті пайдаланып, Озині ауылдан кетуге мәжбүрлейді. Өліп қалған әдемі сиқыршыны маймылдар аспанға алып кетеді. Глинда тәж киіп, ауыл тұрғындарына: «Мен патшайымын, жануарлар бізбен толық бостандықта өмір сүреді. Мен шынайы жақсы Глинда болғым келеді» деп жариялайды. Альфа тірі, жер астындағы саңлауда жасырыныпты. Фиеро да тірі, Альфаның сиқырынан жартылай арыстанға айналған. Бірге Дозиден алыс жерге қашып, тыныш өмір сүреді. Глинда балконда ән салып тұрғанда сиқыр кітабы ашылады, ол ақыры шынайы сиқыр күшіне ие болды.